Саламатсыздар ма? Мен Ахтанова Набияш Халекесовна, Мейірбике колледжі арнайы пәндер оқытушысы. Латын тілі пәні. Сабақтың тақырыбы латын тілінің қысқаша тарихы, латын алфавиті. Латын тілі сіздер үшін жаңа пән. Медициналық оқу орындарында латын тілі медициналық пәндердің алғашқы баспалдағы болып саналады. Латын тілін біз шет тіл ретінде оқымаймыз. Бұл тіл жалпы қарым-қатынас, сөйлесу мақсатында қолданылмайды. Латын тілін меңгерудегі біздің мақсатымыз медицина әлемімен танысып, медицинада қолданылатын терминдарды түсініп игеру. Латын тілінсіз медицинаны меңгеру мүмкін емес деген сөз бар. Invia est in medicina via sine lingua latina. Латын тілін медициналық қызметкерлердің кәсіби тілі деп айтуға болады. Медицинада қолданылатын көптеген медициналық құбылыстар, процестер, іс-әрекеттер, әртүрлі аурулардың белгілері, тексеру, емдеу жолдары арнайы сөздермен және сөз тіркестерімен белгіленеді. Оларды терминдер деп атайды. Барлық терминдардың жиынтығы біртұтас медициналық терминологияны құрайды. Медициналық терминологияның сөз жасайтын элементтерін оқып игеру барысында латын тілінің грамматикасы негізін білу керек. Медициналық терминология 3 бөлімнен тұрады. Анатомиялық терминология, сүйек, бұлшықет, ішкі, сыртқы ағзалар, тамыр атаулары, яғни анатомиялық терминдер. Екінші клиникалық терминология. Әртүрлі медициналық мамандықтардың термині жатады. Терапия, хирургия, акушерлік гинекология, неврология, психиатрия тағы басқалар. Бұл терминдар аурудың аты, аурудың жағдайы, операциялық әдістер, емдеу жолдары, әртүрлі медицинада қолданылатын құралдар атаулары. Үшінші, фармацевтік терминология, дәрілік формалар атауы, дәрілердің атаулары, дәрілік өсімдіктер атаулары және олардың бөлшектері, химиялық номенклатуралары жатады. Медицинада қолданылатын кейбір терминдарға тоқталайық. Мысалы, дене қызуы жоғарылауы көп сырқаттарда кездеседі. Медицинада бұл белгі клиникалық термин гипертермия деп аталады. Гипер жоғарылау, термия қызу деген терминдар. Жүрек ауруларын емдейтін дәрігерді кардиолог дейміз. Ал жүрек ауруларын зерттейтін ғылымды кардиология деп атаймыз. Бұл жерде кардио жүрек, логия логос ғылым деген ұғымды береді бізге. Екінші бір тоқталатын негізгі бөлім бұл рецептура. Рецептурада рецепттің фармацевтке арналған бөлімі латынша жазылады. Латын тілі пәнін оқу барысында біз рецепт жазу ережелерімен танысып, рецепт жазуды үйренеміз. Енді латын тілі тарихына тоқталамыз. Латын тілі үнді Европа тілдері тобына жатады. Латын тілі Италияда орналасқан Лациум облысында осыдан 2500-3000 жыл бұрын өмір сүрген латинян деген тайпаның атынан шыққан. Олардың бас қаласы Рим аңыз бойынша біздің эрамызға дейін 8 ғасырда тұрғызылған. Өзінің экономикалық күшін және жауынгершілік жағдайын пайдаланып, римдіктер бүкіл Италияны жаулап алады. Кейін келе бүкіл жерорта теңізінің жағалауына билік жүргізеді. Осылай мектепте тарих сабағынан өздерің оқығандай Рим империясы пайда болады. Оның құрамына кейінірек жауланған Батыс Европа елдері де кіреді. Латындар жаулап алған елдердің бәрінде де өз мәдениетін, салтын енгізіп, тек латын тілінде сөйлеуді, жазуды талап еткен. Сонымен латын тілі Батыс Европада бірнеше 100 жылдар бойы
мемлекеттік тіл, әдеби тіл, мәдениет, философия және ғылыми тіл болып келеді. Латын тілі көршілес жатқан елдерге де өзінің ықпалын тигізді. Мысалы, орыс тілінде көптеген латын түбірінен шыққан сөздер бар. Университет, операция, лекция, студент, профессор, радио, авиация және тағы басқалар. Көптеген ғалымдар өз еңбектерін латын тілінде жазып, ғылыми лауазымдарын латын тілінде қорғаған. Олар Ньютон, Коперник, Галилей, Ломоносов, Пирогов және тағы басқалар. Латындар Грецияны жаулап алғанда, Грецияда медицина күшті дамығандықтан, олар барлық терминдарды өзгертпей-ақ грек тілінде қабылдаған. Рим империясында да, Рим қаласында да дәрігерлер негізінен гректер болған. Сол себептен медициналық терминдарда грек сөздері көптеп кездеседі және қатар қолданылады. Мысалы, грекше гидро, латынша аква, қазақша су. Грекше кардио, латынша кор, қазақша жүрек деген сияқты. Рим империясының күші жойыла бастағанда ол екіге бөлінеді. Бірінші, шығыс Рим империясы, Византия, грек тілінде сөйлеген. Екінші, батыс Рим империясы, латын тілінде сөйлеген. Кейіннен бұл империяларда күшін жояды. Сол кездерде роман тілдері пайда болады. Роман тілдері бұлар итальян, француз, испан, румын, молдаван тілдері. Қазір латын тілі өлі тіл деп саналады. Себебі ол сөйлеу процесінде қатынас құралы ретінде қолданылмайды. Тек жазба мұралар арқылы мәлім тіл болып қалды. Латын алфавитіне қараймыз. Латын алфавитінде 25 әріп бар. Бірінші бағанада әріптің печатты түрі, яғни қалай жазылады кітапта. Онан кейін екінші бағанада жазбаша түрі, үшінші әріптің аты, онан кейін қалай оқылуы берілген. Бірінші әріп А, оқылуы А, екінші Б, Б, С, С және К болып оқылады, Д, Д, Э деп оқылады, Ф, Ф, Г, 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 бұл Г, Х деген украинша Г, немше Х деген сияқты болып оқылады. И деп оқылады. Онан кейін әріптің аты йод жақшада берілген, ол қысқа И. К, К, Л, Л, артында мягкий знак тұрған сияқты жұмсақ оқылады. М, М, Н, Н, О, П, П, әріптің аты Q. Бұл әріптің оқылуына біз кейін тоқталамыз. Р, Р, С, С және З деп екі түрде оқылады. Т, Т, У деп оқылады. В, В, әріптің аты X, Кс деп оқылады. Әріптің аты Y, И деп оқылады. Әріптің аты Z, Z деп оқылады. Енді бұндағы илердің айырмашылықтары, яғни бірінші И, қазақша деген қараңыздар. Бұл латын терминдарында кездесетін әріп. Йод бұл қысқа И деп айттық. Кейін енді Y, бұда И деп оқылады. Бұл негізінде грек терминдарында кездеседі. Келесі сабақта осы әріптерге жеке-жеке тоқталамыз.